Баршаңызға сәлем қыздар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен үгітілмелі қамырдан жасалатын жұмсақ самсалардың рецептімен бөлісетін боламын. Егер дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, өрілген шеттерінің өзі өте жұмсақ болып шығады. Бұл самсалардың артықшылығы ешқандай да қамырды жайып, май жағып күтіп отырудың қажеті жоқ, елесіде жасай бересіз. Ең алдымен ыдысымызға ерітілген сармай мен қаймақты салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне жұмыртқамызды және де қамыр қопсытқыш тұзымызды салып, барлығы ерігенше жақсылап араластырамыз. Қажетті заттардың тізімі мен оның мөлшерін осы видеоның астына жазып кететін боламын, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Барлығы жақсы араласқаннан кейін електен өткізілген ұнымызды бөліп-бөліп саламыз. Алдымен қасықпен, одан кейін қолмен